Алматы су мекемесінде қазіргі кезде рейд жұмыстары жалғасын табуда. Суық су мен кәріз желілеріне төлем жасамайтын тұтынушыларды судан ажыратып, және кәріз суларын бекіту жұмыстары жалғасын табуда. 500 миллионға жуық берешек қазіргі кезде бізде тіркеліп тұр. Ауыз су мен канализация кәріз желілеріне қарыздар болып есептеледі. Және де біздің енді басты мақсатымыз тұтынушыларды судан ажырату немесе кәріз желілерін бекіту емес. Ең бастысы жаңағы енді кері байланыс болып, өздері пайдаланған суға төлем жасап тұрса дейміз. Бірақ дегенмен ондай жағдайлар жаңағы өздеріңіз көріп тұрғандай берешек сомасы көбейіп тұр. Сол себепті бізде жаңағы мекеме тарапынан осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр.